Сәлем достар, Супергенчик арнасына қош келдің. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Құралай Орынбасарова. Бүгінгі видео блогта біз сіздермен бірге құймақ әзірлейтін боламыз. Құймақты рецептімен бөлісуге мен алдыңғы видеода уәде еткен болатынмын. Егер сіз алдыңғы видеоны көрмесеңіз, міндетті түрде қараңыз. Және достар, бірнеше күннен кейін Ораза. Алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Қасиетті айды пайдалы етіп өткізуге тырысайық. Оған сіз бен біз болып атсалысайық. Рамазан айында менің арнамда қандай видеолар көргілеріңіз келеді? Міндетті түрде пікірлер жазыңыздар. Мүмкін біз сіздермен бірге ауызашарға дәмді тағамдар немесе тәтті тағамдар жасайтын боламыз. Мүмкін сәлесіне арналған өте жеңіл тағамдар жасайтын шығармыз. Сіздердің ойларыңыз қандай? Міндетті түрде пікірге қалдырыңыздар. Мен сіздердің әрбірлеріңіздің пікірлеріңізді оқимын. Және сіздердің жазған жылы лебіздеріңізді оқып, іштей шын жүректен қуанып қаламын. Ал ендеше біз құймақ әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 40 грамм қант, 40 грамм сұйық май, 500 мл сүт және 200 грамм ұн, кішкене тұз, 1 шай қасық ас содасы қажет. Бірінші жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Грамм қантымызды саламыз. Щепотка тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ас содасын ұнымызға саламыз. Ұнымызды жақсылап араластырамыз. 100 мг сүтімізді құямыз. Барлығын емес. Ұнымызды ұн илегіштің көмегімен саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Біз сүттің барлығын бірден құймаймыз, себебі сүттің барлығын бірден құйып содан кейін ұн салсақ, біздің сұйықтық қамырымыз, яғни тестамыз біркелкі болмай қалады. Біздің тестамыз біркелкі болу үшін біз бірінші 100 грамм ғана сүт құямыз, содан кейін барлық ұнды саламыз. Тестамызды біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді қалған 400 мг сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қырық грамм сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. 30 минутқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа қойсаңыз болады. Немесе осы күйінде бірден пісіре берсеңіз болады. Тоңазытқышқа қойған жағдайда теста өте әдемі бір қалыпты күйге енеді. Қараңыздар, біздің тестамызда ешқандай комодик жоқ. Яғни біз бірінші ұнды салып, ұнды қойып араластырып алып, содан кейін бір сүтті қосқанның нәтижесінде ешқандай комодик жоқ. Оны біз сіздермен бірге қазір тексере аламыз. Егер сіздің қамырыңыз біркелкі болмай қалған жағдайда, оның шешімі оңай. Сіз ситон аласыз және оның көмегімен өткізесіз. Сол кезде ұныңызды бір қалыпты біркелкі етіп алуға болады. Біздің қамырымыз біркелкі десек те болады. Қараңыз, кішкене ғана қалды. Оны біз венчиктің көмегімен ұнтатамыз.